Барлықтарыңызға сәлем. Достар, бүгін осындай керемет, өте дәмді болып шығатын пицца жасаймыз. Алдымен біз қамырымызды дайындап алу керекпіз. Менің қамырым морозильниктен алып шыққам, дайын тұр. Міне менде пиццаға қосылатын тағамдар дайын тұр. Шампиньоны консервированный туралған, колбаса копченый, помидор және сарымсақтың екі тісін теркадан өткізіп, осылай кетчуп қосамыз, бір 2 қасық столовый қосамыз, ас қасықпен, и осылай араластырамыз барлығын жақсылап тұрып. Пиццаның қамырын жасау үшін біз 1 стақан жылы суға жарты шай қасық тұз қосамыз және 1 шай қасық қант қосамыз. Сосын 10 граммдай дрожжи қосамыз, 10 минутқа қойып қоямыз, кішкене дрожжиміз тіріліп жұмыс істеп бастасын деп. Одан кейін сол массамызға 3 ас қасық сұйық май қосамыз да, үстінен ұнды електен өткізіп, қамырымызды илеп 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Осындай болып көтеріледі. Одан кейін пиццамызды жасауға кірісеміз. Жаңа қамырымыздан 2 пиццаның тестосы шығады, где-то 30-35 сантиметрдей диаметрмен 2 пицца жасауға болады. Міне осылай мен жайдым қамырымды. Енді біз противенімізді аламыз да, аударамыз да, астыңғы жағына майымызды жағамыз. Қамырымызды аламыз да, осы противенға қоямыз. Жақсылап тұрып осылай распределять дейміз равномерно. Кетчупымызды жағамыз. Кетчупты қамырдың дәл шетіне дейін жағып керегі жоқ. Осылай кішкене 1 сантиметрдей, жарты сантиметрдей қалдырып қоямыз. Мінекей менің сырым дайын, үгіткіштен өткізіп қойдым. Мұнда 2 сыр, мен голландский мен моцарелланы араластырдым. Осылай кішкене бетінен себелейміз. Енді үстіне жаңағы ингредиенттарымызды равномерно осылай распределяттеп қоямыз. Барлық ингредиенттарды осылай үстіне бетіне салып қойғаннан кейін 200 градус қызып тұрған духовкаға 15-20 минутқа қойып қоямыз. Асты мен үсті, духовканың асты мен үсті жұмыс жасап тұру керек. Жартылай піскен кезде алып шығамыз да, бетіне осылай қалған сырды себелейміз. Сосын қайтадан духовкаға қойып қоямыз, әбден піскенше дейін. Мен мына жерде барлық сырды себелеп, бір жола бәрін қойғам. Бірақ сіздерге кеңес берем, сырды обязательно орта пісіп атқанның орта кезінде бірақ салыңыздар, сонда күйіп кетпей жақсы осылай піседі. Міне біздің пиццамыз дайын, өте сондай дәмді, керемет тәтті болып шықты, және өте тойымды. Наны бәрі жақсы пісті. Обязательно жасап көріңіздер міндетті түрде. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер, келесі видеоларды жіберіп алмау үшін. Ал мен сіздерге жақсы рецепттер салуға тырысамын. Назарларыңызға көп рахмет.